Армысыздар достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім бұл асқабақ қосылып жасалатын үй наны. Бұл нан ерекше әдемі, тәтті болайын деп тұр. Сол себепті менің видеомды соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сонымен кеттік. Бірге жасап көрейік. Ең алдымен мен асқабақты 5 минут пісіріп аламын. Пісірген асқабақтан пюре жасаймын. Сол пюрені онға қосатын боламыз. Сонымен ең алғаш асқабақты пісіріп аламыз. Ковштың ішінде асқабақ. Сол асқабаққа 40 грамм суық су құямын. Бұл енді қайнап 5 минут тұрады. 5 минуттан кейін біз бұдан пюре жасаймыз. Келесі кезекте біз ашытқының басын дайындап аламыз. Мына жерде менде сүт, бұл сүтке ашытқыны қосамын. 1 грамм қант. Осыны біріктіріп араластырып, 5 минут қойып қоямыз. Келесі кезекте асқабақ пісіп болды. Осы асқабаққа мен тұзды қосып жіберемін. Балды қосамын. Осының барлығын біріктіріп, қазір пюре жасаймыз. Майды да қосып жібереміз. Мен майымды ұмытып кетпін. Осының бәрін қазір біріктіріп, бір келкі масса жасаймыз. Біздің пюре осымен дайын. Қарасаңыздар, түрін қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді осыны аламыз да ұнға құямыз. Тыквенный пюремді мен құйып қойдым. Енді менің наным ашып дайын болды. Қарасаңыздар, өте жақсы көтерілді. Енді осыны ұнға салып, бір келкі массадағы нан илейміз. Нан біраз қолға жабысады. Осы нанды иі қанғанша илейтін боламыз. Қолымызға жабысқанша. Әбден иі қанғаннан қолға жабыспайтын болады. Көріп отырсаңыздар, нанымыз иі қанып болды. Қолға жабыспайды. Міне алақаннан нанның бәрі түсіп қалды. Енді бұны көтерілгенше күтеміз. Бір кем дегенде жарты сағат. Жалпы нан тез көтерілу үшін мен әрқашан микроволновканы 1 минутқа жылытып аламын да, жылған микроволновканың ішіне саламын. Сол кезде нандарыңыз өте жылдам көтерілетін болады. Нанның бетін пищевой пленкамен орап қоямыз. Себебі пищевой пленкамен орамасаңыздар, нанның беті кеуіп қалады көтерілгенше. Менің наным көтеріліп дайын болды. Бұл нанды мен қазір 2-ге бөлемін. Өте жұмсақ бір нәзік нан болып шықты. Осылайынан біраз созып, қайтадан орап, осылайынан. Жалпы нанды осылай түріктер осылайынан жасайды. Сонымен біздің нанымыз дайын. Осындай домалақ шарик саламыз да, табаға саламыз. Келесі кезекте нанның бетіне біраз су себеміз. Себебі бұның бетіне қазір ұнды илейміз. Сонда ұн нанның бетінде жабысып тұрғанда өте әдемі болады. Нан әбден көтерілгеннен кейін оның бетіне қайшымен біраз узор салатын боламыз. Су себіп болдық. Біраз ғана ұн себеміз. Ұнды осылайынан себіп шығасыздар. Әбден нан көтеріледі, бір жарты сағаттан кейін қайшымен узор жасаймыз. Нанды пештің ішіне салып қоясыздар. Сонда нанның сырты қатты кеппейтін болады. Әмбесінде нандарыңыз жылдам көтерілетін болады.
Біздің нан көтеріп дайын болды. Сіздерге қандай узор ұнайды, сондай узор жасап шығасыздар. Нан өте жақсы көтерілді. Нанды 200 градуста пісіреміз. Біздің узор. Нанның астына қайнап тұрған ыстық су саламыз. Ол ыстық суды 10 минут ұстайсыздар. Сонда нанның түрі өте әдемі болады. Біздің нан дайын болды. Енді нан суыған кезде сіздерге ортасын көрсететін боламын. Өте әдемі, тамаша болып шықты. Міндетті түрде қайталаңыздар. Болып шықты. Өте жұмсақ. Түсін қарасаңыздар, қандай әдемі түс. Асқабақ осындай әдемі өң берді біздің нанға.